Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандарым? Каналыма тіркеліп, лайк басып, әңгіменің соңына дейін тыңдап, қолдап отырыңыздар. Үйдің іші абыр-сабыр. Кәрі кейуананың боздағаны елдің жүрегіне батып барады. Алайда ел қайдан білсін? Боздап жоқтап отырған жан өз ұлын сонша жыл қорлағанын. 5 жасар бала едім. Елдер сияқты тәрбиелі өнегелі отбасында өстім деп айтқымақ келеді. Өкінішке орай олай емес. Аузы құрғамай ішетін әкем бар. Анамның да жағдайы мәз емес. Балаларға мейірі жоқ. Тас жүрек әйел мен еркекке Алла не үшін бала береді? Неге бір перзентке зар болған өнегелі мейірімді адамдарға сәбиді үйіп төгіп бермейді? Сонда ғана мына өмірде қаншама жақсы адамдар болушы еді. Ал біз сияқты қорлық-зомбылық көріп өскен отбасындағы балалар қоғамның соры дер едім. Әке мен шешенің махаббатын көрмей, олардан ала алмаған кегімізді өмірдегі жартымыздан немесе туған балаларымыздан аламыз. Бір сөзбен айтқанда, біреудің мәпелеп отырған қызының өмірін құртатын, бала кезден жылулық көрмеген мына біздер. Сол үшін де отбасы құрудан қорқатын еркекпін. Жасым болса 35-тен асып барады. Бала кезіме қайта оралайын. Анамда сау сиырдың боқ емес. Кім көрінген бетіне күлсе, етегін көтеретін. Сол үшін де маскүнем әкем үнемі ұрып соғады. Десе де ол таяғын жеп алып, сол жаман әдетін қоя алмады. Мен үйдің екіншісімін. Алдымда өгей әпкем және менен кейін қарындасым болды. Берекеті жоқ, үйдің іші үнемі айқай-шу. Еститін көршілерімізде өте алыста. Шағын мал ұстайтын ауыл. Біздің үй ауылдың ең шетінде орналасқан. Мектепке автобуспен көрші ауылға қатынаймыз. Сондықтан болар, мектептегі басшы да, мұғалім де біз сияқты отбасыға аса көңіл бөлмейтін. Жиналыс дегенге анам әзер барады. Барса да мұғалімге ұрсып кететін. Сонда ұстазыма: «Сен менің баламды неге оқымайды деп төмендетесің? Неге барлық ата-ананың көзінше кірлеп қалған киім киеді дейсің? Бала емес пе? Үстін лас ұстайды. Соны сонша жариялап». Солай айқайлап, аузына аузы тимей, мені бір қорғаштап шыға келеді. Алайда ол көз бояушылық. Солай біздер бірде аш, бірде тоқ өсіп жаттық. Әпкем де бой жетіп келеді. Әпкем анаммен еріп келген. Сондықтан болар әкем үнемі ол қызға: «Сен де ана жәлептің кішкентайысың. Бір жеріңді әлден айырып тастау керек. Болса да жәлепсің», деп ол қызға айтпағанды айтып сөзбен қорлайтын. Байғұс әпкем өзіне қол салып өлуге дейін барды. Ол кезде 8 жаста бала едім. Шырылдап жүріп, әпкемді бір өлімнен құтқарып алдым. Бәлкім, әкем ол қыздың арын төкті. Білмеймін. Әйтеуір сондай жағдай орын алған соң, анам 2 қызды алып кете барды. Менің сондағы көз жасымды көрсеңіз, небәрі 3-ші сынып оқитын баламын ғой. Анашым, мені де ала кетші. Бұл үйде қалмаймын. Апа, апатай. Анамның ізінен жүгіріп келемін. Анам болса тоқтап: «Сен арсыз, ана қақбастың ұрпағысың. Сен де сондай айуан болып өсесің. Алқаштың тұқымысың. Сені бекер тудым», деп мені көкірегін итеріп ұра жөнелді. Қаншалықты әкеме ашуланса да, менің не кінәм бар? Қалай ғана мені солай сол кезде атады. Жылап, мұрнымнан боқ ағып, анамның біраз сөзі есімде жоқ. Тек анама: «Мені тастамашы, мені алып кетші», деп жылай бердім. Анамның көйлегінен тас қылып ұстап алғаным ғана есімде. Сонда жан анам мені жұлқып тастап кете барды. Мал қайырып жүрген Хасан ата аяп кеткен болу керек. Қасыма келіп жұбатып жатыр. «Әй, батыр, жігіт деген жылай ма? Мамаң ертең қайтып келеді ғой. Кейде жігіттер бармайтын жерлер болады. Сол кезде
Анасы ұл баланы тастап кетеді. Жылауыңды доғара қой. Анаң ертең саған үлкен ойыншыға келіп береді, деп жұбатқандай болды. Бала жүрегім сәл болса да Хасан атаның айтқанына сенгендеймін. Бірақ жүрегім сыздап, өксігім әлі басылар емес. Кәні, менің жылқыма міне ғой. Үйіңе дейін жеткізіп салайын, деп мені көтеріп жылқысына мінгізді. Алғаш рет жылқыға мінген мен жылауымды доғарып, сәл болса да қызық көріп үйге қарай келемін. Бірақ үйде ешкім жоқ. Хасан ата малға алысқа кетіп бара жатқан кісі. Сондықтан менің қасымда қалып, әкемді күтетін уақыты жоқ. Балам, әкеңді күте ғой, қазір келіп қалар. Әкең келмей жатса, біздің үйге бар, жарай ма? Деп кете барды. Үйге кіргеннен бойымды қайтадан мұң басты. Бағанағы жылау қайта жалғасып, анамның сені бекер тудым дегені құлағымнан кетпей, көзім іскенше жылаған шығармын. Жылай-жылай үйде ұйықтап қалыппын. Түсімде сол анамның артынан қуып, анама жете алмай жылап жүрмін. Бір кезде әкем сыртқы есікті теуіп кірді. Қатты тарсылдан қорқып, ұйқыдан атып тұрдым. Үйге кіре сала, «Ай, салдақы қатын, тамағың дайын ба?» деп айқайлап жатты. Ұйқыдан шошып оянғанмен әзер даусым дірілдеп, «Папа, анам бәрі кетіп қалды». «Өй, пәлеңшеңнің!» Әкемнің аузынан былапыт сөздер шығып жатты. Онан соң бөлмесіне кіріп жата қалды. Қарынымның ашқанын енді ғана біліп жатырмын. Дереу ас үйге барып, жүрек жалғайтын бірдеңе іздегендей болдым. Бірақ ештеңе жоқ. Әрі-бері тінтіп жүрмін. Нан да қалмаған. 2 түйір пияз қалыпты. Шикі де жеп алдым. Қайтейін, енді бірдеңе жеу керек болды. Жегенім бар болсын, асқазаным удай ашып, су іше бердім. Қатты қиналдым. Сол кездегі азабым жай ғана екен. Үйде аштықтан боратылып жаттым. Анамды күтумен болдым. 2 көзім есікте. Анам сол кеткеннен еш уақытта оралмады. Әкем болса ішуден аузы құрғамады. Үйдегі қалтаның түбіндегі рошкиді шиекідей жеген күндерім болды. Солай жүргенде әкем бір әйелді әкелді. Өзі сияқты ол да ішімдікке құмар. Бірақ ол әйелдің жүрегінде мейірімділігі бар екен. Мені құшағына тартты. Ол өгей анам келгелі қарным тоқ бола бастады. Ол әйел баласынан айрылғасын ішімдікке құмар болған. Үйге келгелі мені өз баласындай көріп, арақ ішпеуге тырысып жүрді. Алайда әкем ол әйелді еріксіз ішуге мәжбүрлейтін. Солай әкеммен қосылып ішіп жүрді. Басы жазылып, есін жиғанда маған дереу тамақ жасап, қарнымды тойдырады. «Балам, кешірші, енді арақ ішпеймін», деп уәде беретін. Бірақ әкем ол әйелді себепсіз ұратын. 3 жыл тұрған өгей анамның арақ ішпедің деп тепкінің астына алған әкем ол әйелді мүгедек етті. Көздері су қараңғы болған байғұс өгей анам ауруханаға кеткеннен қайтып оралмады. Ол кездері 11 жастағы бала едім. Әкемнің әбден ішімдіктен басы ауған. Өгей анамды мүгедек еткен ол енді мені әйел ретінде пайдалана бастады. Кішкентай бала болған менің сол кездегі қорлығымды ешкім білмеді. Әкемнен қатты қорыққанмен сөйлеуден қалдым. Бұл қылығымды ұстаздарым анасы тастап кеткен. Бала содан іш құса болды деп өзара психологқа көрсетті. Интернатқа өткізуге мұғалімдер келіскенде әжем ортаға түсіп мені жібермеген. «Немеремді өзім бағамын», деп айқай-шу шығарды. Бірақ бағып қарқ қылмады. Алқаш әкемнің жанына әкеп тастады. Арасында келіп тұрады. Бәріміз бір ауылда тұрамыз. Мас күнем әкем мені еш уақытта өзінің баласы деп санамады. Маған: «Ей күшік, сенің жәлеп шешең сені кімнен көтергенін белгісіз. Сен менің қаным емессің», дейтін. Соның ұлы болмасам, неге түрім басқаға ұқсамайды? Айнаға қарасам,
әкемнің кішкентай кезінен аумай қалғам. Арада жылдар өте берді. Мас күнем әкем күнде ішіп келіп, мен байғұсты шырылдатып, зорлайтын. Мен әкем мен анамды өлердей жек көрдім. Әр түні әкемді өлтіргім келді. Міне, уақыт зырлап, 15 жасқа жеттім. Әкеме күшім жететін болды. 4 жыл бойы армандап келген ісімді орындадым. Ас үйге пышағымен әкемнің бірнеше жерінен пышақ сұғып өлтірдім. Осылай өз әкемнен кек алдым. Анамды көрсем, оны да өлтіргім келетін. Өйткені оның кінәсі бар. Неге мені осындай тозаққа тастап кетті? Барлық ісімді мойныма алғанмен түрмеге түстім. Ішім әбден ыза мен кекке толып қалған. Әкемді өлтіргенім үшін мүлде қайғырмадым. Детский колонияда тыныш жүрмей, жылыма жыл қосып, 18 жасқа толғанда үлкендердің түрмесіне түстім. Ол жақта да неше түрлі қиындықтар кездесті. Өзімді қорғау мақсатында абайсызда адам өлтіріп, тағы да жыл алдым. Жуас адамды қаныс жерге айналдыратын мына түрме қаншама адамның басын жұтты. Арада қаншама жыл өтті. Мойныма 2 адамның қаны жүктелді. Түрмеде төбелес кезінде қатты соққы алып, содан кейін мен басылғандаймын. Бар уақытымды кітап оқуға арнадым. Бала кездегі қорлығымды ұмытуға тырыстым. Бостандыққа шығып, өмірді жаңадан бастағым келді. Бірақ өзіме сенбеймін және қорқамын. Түрмеден шыққалы міне 5 жыл болды. Құрылыста тұрақты жұмыс жасап, өз күнімді көріп жүрген пендемін. Отбасы құруға қатты қорғамын. Анамнан ала алмаған кегімді әйелімнен аламын ба деген қорқыныш бар. Әлі күнге дейін қыздармен танысудан қашамын. Жасым болса 35-тен асып барады. Көшедегі бұзылған қыздарды көрсем, өзімді әзер ұстаймын. Олар менің анамды еске салатындай. Сол бұзылған қыздарды буындырып өлтіріп тастағым келіп тұрады. Бірақ бұл күнә. Маған қандай кеңес бересіздер? Сіздердің кеңестеріңіз маған қажет. Әңгіменің соңы.